қалды, биылғы оқу жылы ғана. Ал біз алдағы уақытта бұл өзіміздің оқырмандық үдерісімізді жалғастыратын боламыз. Оған солай біз келіскен де болатынбыз. Міне біздің оқырман байқауының бұл үздік оқырман байқауы болғаннан кейін бізде әрине үздік оқушылар, оқырмандар анықталатын болады. Яғни бүгін анықталып та отыр. Өздеріңіз білесіздер, бірнеше мәрте біз онлайн байқауға қатысып, өзіміздің кітаптарымызды онлайн таныстырып, бір-бірімізді тыңдап, ой бөліскен болатынбыз, балалар. Ал бүгінгі күні мен мысалға қазіргі уақытта байқау қорытындысына келетін болсақ, балалар, біз осы уақыт аралығында 77 кітап таныстырылыпты, сіздердің әрқайсыңыздың таныстырған кітаптарыңыздың ішінен. Және онлайн конференция бізде 4 рет өтті, Және бір жылда, балалар, біз 100 кітап көлемінде кітаптармен таныс болыппыз. Оның ішінде 77-сі біздің өзіміздің кітап оқуға ұсынған өзіміздің байқауымызда анық болды. Ал сонымен қатар біздің мектепте байқасаңыздар, ата-аналар да келіп кітап таныстырған болатын. Оған кейбіріңіз қатыстыңыздар деп ойлаймын. Сонымен бірге мектеп директорымыз да бізге кітап таныстырған болатын, және жас мамандар, апайларымыз да бізге кітап таныстыруға қатысып отырды, балалар. Балалар, енді сіздердің араңызда айтып өтетін болсақ, өте жақсы кітаптар таныстырған оқушыларымыз бар. Алдағы уақытта да осындай кітап таныстыру біздің арамызда жүріп отырады. Яғни сіздерге ең жақсы кітаптарды таңдап, оны таныстыруға алдағы уақытта осындай бізбен бірге болуға шақырамын. Әрдайым кітап құндылығын тануға шақырамын, құнды кітаптарды оқуға шақырамын. Сіздер әрине өте жақсы оқушыларсыздар, алдағы уақытта осындай өте жақсы құнды кітаптармен бізбен бірге танысады деп ойлаймын. Қазір бізбен бірге осы кітап таныстыруда сіздермен бізбен бірге болған Жансая апайдың да пікірін тыңдап жіберейік. Рахмет. Құрметті оқырмандар, қайырлы күн тағы да баршаларыңызға. Енді оқырмандар, қазір сіздерге осы кітап таныстырымының ішінде ерекше болған кітаптарды атап өткім келіп отыр. Біздің оқырмандарымыздың өте ерекше екен шынымен де. Өйткені кейбір кездері біз Жайнагүл Құлынамен бірге, Айдан апайларыңызбен бірге мына кітаптың мазмұны қандай тамаша, мына кітапты оқыған оқушының талғамы қандай жақсы деген сияқты ойларды талқылап отырдық. Соның ішінде мына кітаптарды ерекше атап өткім келеді. Ол 9-шы сынып оқушысы Ақбар Ескендірдің Александр Бек Волоколамское шоссе деген кітабын таныстыруы бізге өте ерекше әсер етті. Өзінің түйінді ойын өте жақсы жеткізді деп айта аламыз. Одан кейін офлайнда наурыз айында өткен Қазы қызы Аружанның жапондардың өмір сүру салты икигай атты кітапты таныстырғаны өте қатты ұнады. Сондай-ақ Қожамқұл Арафат 8-ші сынып оқушысы стратегия мышления богатых и бедных людей деген кітапты таныстырып, осы бойынша өзінің білімін бізге таныстырғанын ерекше атап өтуге болады. Тағы да қандай кітаптарды айта аламыз? Тағы да мына слайдтан көріп отырғандарыңыздай 6-шы сынып оқушысы Сейілханұлы Қадыржан бізге Абай жолы кітабының 3-ші кітабын таныстырды, және сондай-ақ осы кітаптағы шоң деген сөздің мағынасын түсіндірді. Біразыңыз осы сөздің қандай мағына білдіретінін білдіңіздер деп ойлаймыз. Одан кейін тағы да оқушылардың бір айтып өтетін нәрсе, кітап таңдауда тек қана қазақ әдебиеті ғана емес, шетел әдебиетін, оның ішінде заманауи кітаптарды таңдағаны өте бізді қуантты. Сайлаубек Баубектің Стивен Кинг «Зеленая миля» деген өте күрделі кітабын оқып, соны таныстырғанын айтып өтуге болады. Сондай-ақ 5-ші сынып оқушысы Сабинаның ағылшын тіліндегі ертегілерді оқып, соны таныстырғанын, 7-ші сынып оқушысы Балжанның ағылшын тіліндегі кітапты оқып, оны ағылшын тілінде буктрейлер жасағанын өте ерекше атап өте аламыз. Сондай-ақ Совет Тахминаның буктрейлерін сіздер Инстаграм желісінен көріп жүрген шығарсыздар. Қазақтың әдебиетіндегі Жабай алма, Ақбілек, Жау тылындағы бала сияқты ерекше романдар мен повестерге
өте көркем түрде буктрейлер жасап жүр. Талғамдарыңыз арта берсін. Әрбір кітап оқыған сайын сіздер кітапты таңдауға деген өздеріңіздің талғамдарыңыз қалыптаса беретініне сенеміз. Ал енді осы біздің байқауымыздың жеңімпаздарын марапаттау сәтіне кезек берейік. Біздің жеңімпаздарымыздың балл санымен таныстырған кітаптары сіздердің экрандарыңызда тұр, қарап отырсаңыздар. Гүлжан Атасанқызы, сөз кезегі өзіңізде. Сіздер мен құрметті оқушылар, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Естеріңізде бар болса, осыдан біз 2 жыл бұрын жалпы досыңа кітап сыйла деген үлкен бір акция бастаған едік. Оқу жылы аяқталған кезеңде осы мамырдың 21-нен былай қарай әрбір сыныптар бір-біріне кітаптарын сыйлап, жаңағы оқыған кітаптармен бөлісіп, сондай бір дәстүрді жүзеге асырған болатынбыз. Биылғы оқу жылында мен жаңа өздеріңіздің алдарыңызда сөйлеп отырған Жайна ханымға және Жансая ханымға үлкен рахмет айтқым келеді. Өйткені балалардың арасында осындай керемет байқау жарияланды. Буктейтинг үздік оқырман байқауы. Әрине, сіздердің Инстаграмнан, жалпы Фейсбуктан осы оқып жатқан кітаптарыңызды және түсірген видеоларыңызды мен көрдім. Өте қуандым. Біздің мектептің оқушылары қазіргі таңда мына оқыған кітаптары туралы айта алатындығына, ішіндегі оқиғаларды мазмұнын түсінетіндігіне, жай ғана кітапты қарап емес, сол туралы өздерінің жарнамаларын және өзге де оқушыларды, тіпті мына оқырман қауымды сондай оқуға шақыра алатындығына мен өте қатты қуандым. Сондықтан сіздердің есейгендеріңіз, сіздердің кітапқа деген махаббаттарыңыз, сіздердің кітапты құрметтеген осындай бір іс-әрекеттеріңіз адамды қуантарлық жағдай. Бүгін енді осы үздік оқырман байқауының жаңағы қорытындысын сіздерге таныстырып өтіп жатыр. Бірінші дәрежелі дипломмен Темірхан Тамирис марапатталады. Міне, Тамирис, сіздің мақтау жаңағы дипломыңыз, және Темірхан Тамириске біз мынандай планшет сыйлаймыз. Мынау планшет сіздікі. Рахмет. Яғни сіз келіп алып кетуіңізге болады. Міне осы сіздің жаңағы оқыған кітаптарыңызды өте жақсы жеткізген және өте үздік болған сіздің қабілетіңіз үшін сізге жаңағы беріледі. Екінші дәрежелі диплом осында үздік оқырман байқауына қатысқаны үшін және екінші өзінің жұмысын өте жақсы көрсеткен үшін Сайлаубек Баубекке беріледі. Сайлаубек Баубек, сізге міне екінші дәрежелі диплом, сіздікі, екінші дәрежелі диплом, және сізге 15 мыңның мынандай біз сертификатын беріп отырмыз. Сіз өзіңіздің қалаған жаңағы кітабыңызды алуыңызға болады. Міне 15 мыңның сертификаты. Көрдіңіз бе? Кешіріңіз, көріп отырсыз, Рахмет. Міне, құттықтаймын. Мен әсіресе ер балалардың арасында осындай кітапқа құмар жаңағы жігіттерді көріп өте қуанып қалдым. Біздің қазақ әдебиетінде өте жазушылар өте көп. Сондықтан да сіз де сондай бір жазушының бірі болатыныңызға мен сенімдімін. Үшінші дәрежелі диплом бізде үздік оқырман байқауының жеңімпазы Совет Тахнинаға беріледі. Сізге, Тахнина ханым, міне сертификат беріліп тұр мынандай, және сізге 7 мыңның біз жаңағы сертификатын ұсынамыз. Диплом және 7 мыңның сертификаты. Меломан дүкеніне барасы да өзіңізге қажетті кітапты алуыңызға болады. Тахмина, естіп жатсыз, сізді де біз осындай дәрежеңізбен құттықтаймыз. Жалпы құрметті жаңағы үздік байқауға қатысып осындай жеңімпаз атанған оқырмандарым, сіздерге менің алғысым өте шексіз. Сіздер өздеріңіздің қатарларыңызды ары қарай көбейтулеріңізге болады. Қазіргі таңда аз ғана оқушы қатысып отырсаңыздар, бұл біздің жобамыз келесі оқу жылында бұдан да кеңейіп, біздің сыйлықтарымыздың да дәрежесі бұдан да көтеріледі деген үлкен сенімдемін. Әрине кітапты қазақ тілінде ғана емес, орыс тілінде де, ағылшын тілінде де, неміс тілі, француз тілі, қытай тілінде де осындай жаңағы үздік байқау өткізетін болсақ, біз 100 кітап жаңағы аясындағы жобамызды кең, тіпті республикалық деңгейде де жеткізуге мүмкіндігіміз болады.
Ары қарай осы байқауға қатысқан оқушыларымыз бар. Ол кісілерге біздің алғыс хаттарымыз бар. Амангелді Жаннұр Book Dating үздік оқырман байқауына белсене қатысып, кітап оқу мәдениетіне қосқан үлесіңіз үшін Амангелді Жаннұр, сіз марапатталасыз. Сізге біздің алғыс хатымыз және мектептің логотипі бар. Мынандай жаңағы блокнотты табыстаймыз. Екінші осында үздік оқырман байқауына белсене қатысқан, кітап оқу мәдениетіне қосқан үлесі үшін Қожамқұл Арафатқа алғыс айтамыз. Сіздің де осында жаңағы блокнотыңыз бен алғыс хатыңыз бар. Осындай мәнмәтінде Серикова Сабина марапатталады. Серикова Сабина, сіздің де алғыс хатыңыз бен міне мынандай блокнотыңыз бар. Нұрпапа Ерсұлтан марапатталады. Кешіріңіз, негізі дұрыс оқымай қалдым. Міне, мынау сіздің жаңа алғыс хатыңыз. Және Нұрпапа Бекзат, бір үйдің балалары өте қандай отбасылы оқу, қандай тамаша. Міне, сіздің де осындай алғыс хатыңыз бен блокнотыңыз бар. Ақбар Ескендір, сізге де осындай жаңағы марапат, яғни алғысымызды білдіреміз. Бақытжан қызы Балжан, міне, сізге де осындай алғысымызды білдіреміз. Нығиман Нұрқазы, сізге де міне біздің марапатымыз бар, алғыс хатымыз және осындай блокнотымыз бар. Міне, құрметті оқушылар, Қабылбек Асылзада, сізге де міне осындай біздің марапатымыз бар, алғыс хатымыз бар. Қазы қызы Аружан, сізді де марапаттаймыз алғыс хатпен. Өте ризамын. Иманбаева Аягөз, сізге де алғыс хатымыз бар, алғыс айтамыз. Какимжанова Асылтас, сізге де алғыс хатымыз бар, міне марапатымыз. Және Силханұлы Қадыржан, сізді де міне осылай біз марапаттаймыз. Құрметті оқушылар, сіздерге өте мен ризамын. Мектебіміздегі осындай клуб, оқу клубына қатысып, өздеріңіздің білімдеріңізді тек сабақ жүзінде ғана емес, рухани азық, рухани қазына, кітап оқу жөнінде де үлкен бір белестерді бағындырып, ертең араларыңыздан жазушы ақындар шығуына мен тілектеспін. Және осы кітап арқылы өздеріңіздің білімдеріңізді байытып, елімізге, мектебімізге өздеріңіздің үлестеріңізді қосатын бірден бір белсенді көшбасшы оқушы болатындарыңызға сенімдімін. Рахмет сіздерге. Жаз айында жақсы демалыңыздар. Жаз айында оқыған кітаптарыңызбен келесі оқу жылында біздің оқушыларымызды қуантыңыздар. Және мектебіміздің ішінде үлкен бір жобаларда осы кітап оқу бойынша бір жақсы жұмысты көрсетеді деген сенімдемін. Сіздерді осындай бағытта отырған ұстаздарыңызға рахмет, ата-аналарыңызға рахмет. Жалпы тіл байлық жақсы болу үшін кітап оқу керек. Білімді болу үшін кітап оқу керек. Сондықтан біздің досымыз кітап екенін еш уақытта ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге.